Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте ерекше жасалатын галуццаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Каналымызға қолдау көрсетіп, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен үлкен капустаны аламыз, оны біз жан-жағынан домалақ қылып бөліп алатын боламыз, дәл видеодағыдай. Бізде 4 круг шықты, бір жағынан екеу, екінші жағынан екеу. Барлығы 4 домалақ шықты. Капустамызды 4 бөлікке бөліп алдық. Енді духовкамыздың табағына пергамент қағазын жайып, үстіне орналастырамыз. Капустаның екі жағынан тұз, қара бұрыш және паприканы сүйіп шығатын боламыз. Дәміне қарай мөлшерлейсіздер. Бір жағына сүйіп болдық, енді екінші жағына да дәл солай тұз, паприка, қара бұрышты сүйіп шығамыз. Келесі сәбізімізді алып, үкіштен өткізіп аламыз. Бір тал пиязды алып, оны да тураймыз. Өте ұсақ қылудың қажеті жоқ. Табамызға сұйық майды құйып, сәбіз, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін дайын фаршымызды алып, үстіне салып араластырамыз. Оның үстіне өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк шөпті қосасыздар. Мен петрушканы турап қостым және дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып алдым. Дайын фаршымызды 4 бөлікке бөліп, шариктер жасаймыз. Мінекей бәрін біз дөңгелектеп алдық. Енді жаңағы дайындап қойған капустамыздың үстіне формасына қарай бір-бір фарштан қойып шығамыз. Және де фарштың үстін қолымыздың көмегімен басып, жалпақтатып, осы капустаның көлемінде қылып жасауымыз керек. Мінекей біз болдық. Енді қызанақты алып, керек емешелерін алып тастап, дөңгелек қып тураймыз. Бұл қызанақты әрбір фарштың үстіне бір-бірден қойып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180-200 градуса қыздырып қоямыз. Және де тамағымыздың бетін фольгамен жауып, 1 сағатқа пісіріп аламыз. Бұл кезде тағамымыздың қасына гарнирді жасай береміз. Күрішімізді тазалап жуып, табаға аздап сұйық май қойып қыздырып, оның үстіне күрішті салып, біраз қуырамыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, күріш жабыспай, шашыраңқы болып пісетін болады. Мінекей 5-10 минуттай қуырғаннан кейін дәміне қарай тұз салып, үстіне 1,5 кесе су құямыз.
Ары қарай баяу отта 15-20 минут қайнатамыз, және де күрішіміз дайын болды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай шашыраңқы күріш бір-біріне жабысып тұрған жоқ. Мінекей біздің 1 сағат уақытымыз өтті, голубцеміз пісті. Енді бетіндегі фольгасын алып, тағы да 15 минутқа духовкаға саламыз. Кесенің іші сулы болу керек, оған гарнирімізді салып, осылай дөңгелек етіп формасын жасап, тарелкаға қоямыз. Мінекей достар, біздің ерекше тағамымыз дайын болды. Голубциді осылай да жасап, жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Жасап көруге кеңес беремін. Үстіне кетчуп немесе майонез қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.